Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды сын есімді анықтайсыңдар. Мәтін бойынша жоспар құрасыңдар. Балалар, ребусты шешіңдерші. Егер ребусты дұрыс шешсеңдер, келесі мәтініміздің тақырыбын біле аласыңдар. Мұнда су, табиғат, көз берілген. Ребустың шешуі су, тіршілік көзі. Ендеше қазіргі оқитын мәтініміздің тақырыбы су, тіршілік көзі. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр, қар немесе бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді. Сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатында алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Балалар, судың маңызы туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Жай ғана тамшылап тұр ғой, ештеңе етпейтін шығар. Иә. Қазір онда осы бір тамшы судың маңызын сендерге түсіндіріп берейін. Мені жақсылап тыңдаңдар. Жер шарының 70%-ын су алып жатыр. Бірақ оның тек 2-3%-ын ғана ішуге болады. Міне сол ішуге жарамды судың 90%-ы мұздықтар. Қазір адамдар содан қалған 10% суды ғана пайдаланып жатыр. Сонда біз ішетін су осы ғана ма? Өте аз ғой. Өкінішке қарай, иә. Айналаға қараңдарш, не байқадыңдар? Әне, су тамшылап тұр. Иә, енді сағатқа мұқият қараңдар. Сонда кішкентай тамшыдан осыншама су жиналды ма? Әрине, енді уақытты тағы алға жылжытып көрейік. Мәссаған! Бұдан әрі не болар екен? Осы судың бәрі бір ғана тамшыдан жиналды ма? Иә, су тамшылап аққаның өзінде бір күнде 24, бір айда 720, бір жылда 8700 литрден аса су ысырап болады. Ал су болмаса, мына әдемі табиғатта болмайды. Сондықтан жуынған кезде, қолды жуғанда, су ішкенде мұқият болу керек. Мен бәрін түсіндім. Мен де енді тіс жуарда тек бір стақан су пайдаланамын. Жуынатын кезде суды үнемдеймін. Суға қоқыс тастамаймын. Өйткені мен табиғаттың әдемі болғанын қалаймын. Краннан су алып болған соң толық бұраймын. Жарайсыңдар, балалар. Достар, сендер де мұқият болыңдар. Су тіршілік көзі. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Мәтінімізге қайта оралайық. Жоспар бойынша мәтіннің бөліктерін анықтайық. Бірінші, жоспарда кіріспе бөлімі табиғаттағы су айналымы деп аталған. Мәтінде кіріспе бөлім қызғылт түспен берілген. Негізгі бөлімді судың маңызы деп атаған. Мәтінде негізгі бөлім көк түспен берілген. Қорытынды бөлім судың адам өміріне қажеттігі. Бұл бөлім жасыл түспен берілген. Осы жоспар бойынша мәтінді мазмұндап көріңдер. Келесі тапсырмада қандай су сұрағына жауап беріңдерші? Сұрау белгісінің орнына сын есімдерді қойып айтыңдар. Тұнық су, салқын су, шипалы су, тұщы су, тұзды су. Балалар, бұл сын есімдерді негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Ол үшін сөз құрамын аталдайық. Бірінші, тұнық. Түбір сөз сол себептен негізгі сын есім болады.
Салқын. Түбір сөз негізгі сын есім. Шипалы. Түбірі шипа, зат есім. Оған лы жұрнаға жалғанып, шипалы туынды сын есімі жасалынып тұр. Келесі тұзшы. Түбір сөз негізгі сын есім болады. Тұзды. Түбірі тұз, зат есім. Ды жұрнаға жалғанып, тұзды туынды сын есімі жасалынып тұр. Балалар, енді осы сөз тіркестерінен қалаған екі сөз тіркесіне сөйлемдер құрастырып көріңдерші. Менің нұсқамды оқиық. Құдық жер астының тұщы суын пайдалану үшін қазылады. Жаңа туған нәрестені тұзды суға шомылдырады. Балалар, берілген жұмбақтың шешуін табыңдаршы. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің саз тартар қаруы. Шешуі қамыс. Жұмбақтағы сын есімдерді табайық. Негізгі және туынды сын есімдерге ажыратайық. Көлді, үкілі, өткір. Берілген мәтінді бірге оқиық. Аққулы көлде. Көл ортасындағы қалың жасыл ала қамыстың айналасы айнадай жалтыраған жайқын. Сол жайқында аппақ болып шаңқиған екі аққу сыланып, ақырын әсем жүзіп көлбеңдейді. Екі аққу ұзын, сұлу мойындарын иіп, көл ортасында сыңқылдап, аппақ денесін күміс судың айнадай мөлдірін шымырлатып сызады. Екі аққудың нәзік сұлу үнмен сыңқылдап жүзген күміс сызығынан сылдырлап меруерт, гаухар моншақ тізіледі. Балалар, мәтіннен сын есімдерді табайық. Қалың жасыл ала. Айнадай. Әппақ. Ұзын. Сұлу. Әппақ. Күміс. Айнадай. Нәзік. Сұлу. Күміс. Меруерт. Гаухар. Бұл сын есімдер негізгі сын есім. Мұндағы туынды сын есім айнадай. Түбірі айна. Дай жұрнағы жалғанып, туынды сын есім жасалынып тұр. Балалар, келесі тапсырмада сөздер берілген. Осы сөздерге дау, деу, тау, леу, шыл, шіл, ғылт, ғыш жұрнақтарының тиістісін жалғап, туынды сын есім жасаңдаршы. Ақ, ақшыл, боз, бозғылт, көк, көкшіл, ұсақ, ұсақтау, сары, сарғыш, үлкен, үлкендеу, жасыл, жасылдау, кіші, кішілеу. Бәрекелді балалар, сендердің дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Енді осы туынды сын есімдерден қалаған 3 туынды сын есімге сөйлем құрап көріңдерші. Менің нұсқамды бірге оқиық. Ерланның көкшіл жейдесі бар. Бозғылт ат жарыстан бірінші болып келді. Гүлім сарғыш түсті көйлекті сатып алды. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер сабақта негізгі және туынды сын есімді анықтадыңдар. Мәтін бойынша жоспар құрдыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.